боянып тұрып әңгіме айтқым келіп тұр. Әңгіме онша айта алмаймын негізінде, бірақ сонда да көрініп тұр. Бұл менің Қытайға 4-ші келуім. Бұның алдында 3 ай болғанмын. Осы қыздар боянып отырып күшті әңгіме айтады ғой. Менде дым әңгіме жоқ па немене? Ананы кремді араластырамын. Өйткені менің бетім кішкене проблема. Кейде маған адамдар айтады да, ой, бетіңді емдемейсің ба, бетіңе уход жасамайсың ба деп ше. Бұрын мен бетімде проблема болмаған кезде мен де адамдарға сөйтіп айтатынмын. Өзім басыма кейін түсіндім, олай айту дұрыс емес екенін. Сіз айтпасаңыз да біледі ғой, бетін уход жасау керек екенін. Қарай, оның көңіліне тиюдің қажеті жоқ. Саудаға қалай келген қалай түсініп тұр. Біреуге қызық, біреуге қызық емес. Біріншімен бай болып, негізі Турциядан бастағанмын. 3 жыл бұрын түнде дайректімді ашып қарасам, Жансая, өзіміздің қасымда атжауыз, реклама бойынша жазған екен. Турцияда байыр. Реклама алайын деп едім, қанша болады деген сияқты. Маған патрасы кезде мен Турцияға көшкім деп жүрген. Реклама беретін адамдардан сұрамаймын ғой. Джонсқа сұраймын ғой. Қалай, менде барғым келіп жатыр, барсам қалай, неше ақшамен бару керек, соны айтады. Мен обучение уақытам дейді. Мен оған кеткен неше десем 500 мың теңге деді. Жепті да маған ужас ерінің төбесі қимылдамайды ғой деп. Сөйлеген кезде сіздердің еріндеріңіздің төбесі қимылдай ма? Барлық адам қимылдамайды сияқты. Қайталап көріңіз. Қазір қыздармен ойын ойнайын деп жатырмыз. Ішіміздегі бүкіл демімізді шығарып, сөйтіп айқайлап көреміз келеді. Шықты ғой? Шықты ғой, мен шықты. Çıkarasın ama ben şimdi. Biz yapabiliriz. Yaşar. Tamam çıkar da kansa. Çıkar da sesini ayakla. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Қазақстанда қазір сағат 7:30, бізде 10:30 болды. Біз ұйықтамай бүгін киімдер базарына келдік. Bir жағынан сіздерге товар іздеп келдік, бір жағынан магазинге де товар қарап келдік. Қазір көрсететін боламыз. Бұл Гуанчжоу. Бұл пешеход. Бұдан жүресің. Арбуз 730 теңге. Бұл гүлдер тормыздан байқасың алып бер. Бұл жақта ең қымбат таксилер, ол мопедтер. Бұл жақта халал тамақтар көп табасың. Бұл жақта қазақтар өте көп. Бұл жақта құрттар да бар. Бұл менің Қытай досым. Бірақ танымаймын. Бұл жақта шашлық пісіріп жатыр. 350 теңге. Жұмыстан шаршарсаң, өсек айтып семешкі шығасың. Қытайлар барлығын жей береді. Хауықтың